үлесі жасаған. Енді осы қызылордадан сіз балдарда бар біздерде көп кешкен бері осы бір айдан бері дайындалып жатқан соның ішінде саяж деген құрбасын өзім деймін соның саяжда өзінің бір аллергиясын айтамын деп тұр ғой. Иә, балықтарымызға сәлем бердік. Микрофон. Енді кешелі бері басымыз қосылады дегеннен бері шауып жүрміз ғой енді. Қазақ десе асымызды жерге тастап, бала шағамды да ұмытып, өзіміз жайымызды да ұмытып, әйтеуір ел ағалары шақырып атырғасын қызмет етуге келдік. Енді менің айтпағым осы бағытты мен не үшін таңдадым? Яғни күрес, өмір деген күрес деп айтамыз. Бірақ не күресіп жатырмыз, не үшін күресіп жатырмыз, мен кіммін? Ол пандемияның кезінде басталды менде, мен ауырып қалған кезде. Сол ой келіп, мені кім көп көрді? Мен не істеп қойдым? Қызылордада бар ма осындай адамдар осы күресіп жатқан? Сол кезде мына Мұратбаймен таныстым. Сөйтіп келдім мен бұл жолға. Әйтпесе мен жасым қазір 53-те. Жас емеспін. Кіші буынға да жатпаймын. Мен орта буынмын. Жатыршы, мен сөзім бөліп кетеді әйтпесе. Менің айтайын дегенім, біздің алдымызда ел ағалары тұру керек. Үлкен буын тұру керек. Мына жиналыстарда көбінесе жастардың алдында ел ағалары үлкен буын көп болу керек. Кешегі қаңтарда мысалы кілең қыршындар тұрған. Және оларды кінәлады билікте. Биліктегі отырғандардың бәрі кінәлады. Бұзықсың деді, мародерсың деді, наркомансың деді, алқашсың деді, құрт деді, сырт деді, бұрт деді, өсті де обалың жоқ деді. Сөздің шыны керек. Үлкен буын ағаларымызды да соларды солай кінәлады. Сен не бұзықтық жасадың? Жастар бұзық емес. Ешқашанда бұзық емес. Оларда ар бар, намыс бар, жігер бар. Мейлі ол шықсын, ол ақ тентек. Ақ тентектіктің ар жағында ол отанын сүйіп тұр. Ол елін сүйіп тұр, ұлтын сүйіп тұр. Бірақ қыршын болуға олар дайын емес еді. Не бәрі 25-20 жастағы, әрі кетсе 35-40 жастағы да үлкен буын көп келу керек. Өйткені сұраныс сіздерден болады. Сіздер тәрбиелейсіздер орта буынды да, кіші буынды да. Сіздерден спрос болады. Сонда осындай үлкен буында көп ел ағалары жиналу керек. Арттарыңыздан еретін біздер. Бізді тәрбиелеп отқан сіздер. Сіздерден сұрайды билік. Сенің балаң тәртіпсіз, сенің балаң мародер, осының барлығын бүліктіріп атқан. Сіздер жауапты болғасын осындай жиындарда ел ағалары болып, жастарды қорған болып жастарға. Міне қаншама жаңа айтып кетті, қаншама балапандар жатыр. Байкот жариялап жатыр. Кәдімгі шын байкот деген аштық жариялап жатыр. Кешегі Магнум оңғасында не ол байкот деген ол? Бәрі қарындар тоқтық байкот ол. Жатыр түрмеде шын аштық байкот жариялап. Кешегі екі жетесіз. Біреуі арызқой жетесіз. Біреуі ес. Я ердің сөзі емес, я томиристің сөзі емес. Екеуі бір-бірімен қырылысып, екеуі хайп жинап алды өздеріне. Халықты өзіне қараттырып. Мәселе ол екеуінде емес, ал болған жағдайда да тентекті туған сендерсіңдер, сол екі тентекті. Ұрсаң да, өлтірсең де, сен қолына ешкім тартып алмайды. Бірақ осы нәресеге заң шарт қойған. Балаңды ұрса, сен емес, сен ғой оның әкесі тәрбиелеп атқан. Сені кінәлайды да, билік өзінің істеп отқанын қорғау үшін баланың тентектігін айтады. Ол тентек емес ол. Ренжіс жоқ. Мен тек қана ел ағаларының үлкен буынның көп болғанын қалаймын. Жастардың алдарында сізде тұруларыңызды қалған дұрыс айтты. Келесі сөзді Шымкент қаласына келген Елена ханымға беріп.
бермейді. Саламатсыздар ма? Мен Пернеева Ахима Ертайқызы, Шымкент қаласынан боламын. Мына жерде қазір көптеген ұсыныстар айтылып жатыр. Бәрі өте дұрыс. Кімнің Саяштың да айтқаны өте дұрыс. Сіздерге айтып жатқан ұсыныстары жаңағы қандай да бір жағдай болса біздің ақсақалдарымыз жастардың алдында тұру керек. Ол мен кімді Саяшты қолдаймын. И одан кейін бізде өзімізде мына жерде қазір айтып жатсыздар сайлау туралы. Сайлау туралы міне Бешжан ініміз, біз Шымкенттен, Ақтөбеден Амантай аға бәріміз сайлаумен айналысып жатырмыз. Мына Жансбек аға деген сияқты. Сол сияқты қазір біз өзімізге команданы жинауымыз керекпіз, оларды оқытуымыз керекпіз, түсіндіруіміз керекпіз. Осы барлық заңдылық сайлаудан басталады деп ойлаймын енді. Білмеймін сіздер қалай ойлайтындарыңызды. Одан кейін екіншіден мынау әрбір отбасы кішігірім мемлекет, дұрыс қой? Иә, кішігірім мемлекет. Қазір бізде Қазақстанда әйелдер жағына заңды көбірек басымдық беріп қойды да, біздің ер азаматтарымызға қазір әйеліне бірдеңе десе болды, 15 суткіге, 25 суткіге, қазір енді тағы да бір шапалақ берсе, одан ары қарай 25 суткіден кейін қылмыстық іс қозғап қамап жатыр. Сол ер азаматтарымызды қорғау мақсатында одан жаңағы алимент, жаңағы берешек, не дейтін еді, борышкер әкелеріміз бар бізді Қазақстанда. Сол бізде қазір чат ашылды, борышкер әкелерге байланысты. Сол кісілерге жаңағы чатқа жинап, көбірек жинап, жаңа құқықтық көмек беріп, өзіміздің командамызға қоса білейік. Оларға жаңа кім айтты, бір жергілікті Нұртаза аға айтты ма, кім айтты өзі? Амантай аға айтты деймін, жергілікті немізден бастауымыз керекпіз деп ше. Сол сияқты, иә, сол сияқты ол да сол бір ұсынысты да қосайын деп жатырмын да. Берешек, борышкер әкелердің жаңағы көп жерде бір келеңсіз жағдайлар болып жатыр негізінде. Алимент жағынан да сол сияқты мынандай әкелерді қосайық, қатарымызға қосайық. Сайлау жағынан и осындай көмек жағынан бізге тобымызға адам жиналады. Бір ұсынысым осы. Рахмет. Рахмет. Енді жаңағы сөйлеп болды. Кешегіден бері не болды? Мына неде өздеріңіз алдарыңызда қағазда жатқан төртінші тақырыпқа тоқтала кетсем деймін, енді бәрі сөйлеп болды. Бізде мына төртінші неде басты дейді да, 9 баптан тұратын нәрсе ғой. Біздің көп нәрсеміз қателесіп жатқан. Жалпы ережедегі 9 баптан тұрады. Сол туралы айтып кеткім келіп тұр, қолымнан келгенше түсіндіріп, және мына үшінші тармақтың 4-ші бабы орындалмай жатқаны туралы. Біздер мына 1-ші бапта айтады, Қазақстан Республикасы өзін әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырды дейді. Бұл заң жүзінде 95-ші жылы қабылданған Конституция. Сонда әлеуметтікке кімдер жатады дейміз ғой? Осал жандар, мысалға кәмелетке толмаған балдар, көпбалалы аналар, және мүмкіндігі шектеулі кісілер, және зейнетке шыққан қарт кісілер. Бірақ мемлекетіміз осылай орнықтырады да, оларға ешқандай қызмет етіп жатқан жоқ. Себебін айтайын, қазір бізде көпбалалы аналар документ тапсыратын болса, балдарының, соның бәрін құжатын өз жүгіріп жүріп тапсырады да жинап. Мемлекеттік қызметкер ол метіркілерін апарып берсе, ары қарай ол істеу керек жұмыс. Өйткені орнықты деген мағына сол мемлекеттік қызметкер сол адамның документтерін дайындап алатын жәрдемақысын алып беру. Және жаңағы зейнеткер кісілерге де зейнетке шыққан кезде оларда бүткіл документін жинап жүреді жан-жақтан. Бірақ мемлекеттік қызметкер апарып береді да дайындап, мен пенсияға шығарып берші дейді да. Көрдіңіз ба? Бірақ сол жасы толғаннан кейін, паспортты апарып бергеннен кейін, сол кімге қарасы, сол кісі мемлекеттік қызметкер соның бәрін істеп беру керек.
ол заңда көрсетілген конституциямызда. Және мына 6-шы бабда Қазақстан Республикасы мемлекеттік меншік пен жеке меншік танылады және бірдей пайдаланады дейді да. Біз бірдей пайдалануымыз керек. Қай нәрсені де. Мысалы үй салып па, оған ешкім тиіспейді деген сияқты жаңағы көп нәрсе. Осы 6-шы баптың 3-ші тармағында дейді. Жер және оның қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, басқа да табиғи ресурстар халыққа тиесілі дейді. Көрдіңіздер ме? Халық атынан меншік құқығын мемлекеттік жүзеге асырады дейді. Мемлекеттік. Жер сондай-ақ заңда белгіленген негіздермен, шарттармен шектерде жекеше меншікке де болады дейді да. Көрдіңіз бе? Мынау жер, су біздікі екен. Оның дәлелі мына 3-ші бапта тұр, ағайындар. Мемлекеттің 3-ші баптың 1-ші тармағында тұр. Мемлекетті бірден бір бастап халық дейді да. Яғни біз басқарады екенбіз. Соның 2-ші бабында тұр. Халық билікті тікелей республикалық референдуммен және еркін сайлаумен жүзеге асырады. Сондай-ақ өз билігін жүзеге асыруға мемлекеттік органдарға береді. Біз қожайынбыз. Бұл мемлекеттің қожайыны біз сайлап береміз. Уақытша ол кісілерге. Соның өзін анықтап жазып кеткен мына конституциямыздың 3-ші бабының 4-ші тармағында. Республикалық мемлекет билік біртұтас. Ол конституция мен заңдар негізінде дейді. Заң шығарушы орган, атқарушы орган және сот тармақтарына бөлінеді. Олар тежемелік әрі тепе-теңдік жүйесін пайдалану арқылы өзара іс-қимыл жасау принципін сәйкес жүзеге асырады дейді. Енді айтып кетейік бұл жерде. Заң шығарушы билік бізде парламент, оны рас 60-70% сайлап жатыр, өтірік шынды. Атқарушы билік президенттен бастап ауыл әкіміне дейін президент сайлаймыз, қазір ауыл әкімдерін сайлап жатыр. Бірақ қала, облыс әкімдері, маңызды әкімдерді сайлап жатқан жоқпыз. Сот жүйесіне келсек, сот жүйесін мүлдем сайлап жатқан жоқпыз. Бұл жаңағы өздеріңізге айтып кеткендей, мына 1-ші бапта тұр, жаңағы конституция 3-ші бап 1-ші тармағында біз бастаушы болсақ, 2-ші тармағында айтып тұр міне. Өз билігін жүзеге асыруға уақытша береді деп тұр. Біз осыны қазір Жаңабек ағамен де неше күннен бері ақылдасып жүріп, осы жүйені мына 4-ші бапты алған алдағы уақытта конституциялық сотқа шағым түсірсек па деп. Тіпті қойып отырмыз. Қазір енді қоғамдық кетеміз. Қазір жеке адамдардың атынан кеткен, енді ұжымдық арыз ба, соны жазсақ па деп отыр. Жазу керек. Осы нәрсе менің ұсынысым, өзім алдағы уақытта осыны қолға алсам ба деп отырмын. Және қазір міне сіз приказ толып жүрсіз бе? Мұнда Жаныбек мына айып етпесеңіздер. айып етпеңіздер, мына заң кіргеннен кейін біздің іс-әрекетіміздің кешеде пайызға келіп жатыр, бітеп жатыр. Ешқайсысы тіс баспайтындай четко болу керек. Тіс батпай жүрген рас. Сондықтан мына жаңағы айтылған әңгімелердің бәрі іске асыру үшін оның жолдары ашылмай қалды. Жаңа Жансбек дұрыс сұрақ қойды. Оның жаңағы сенаттың заңсыздығы бар екенін білеміз. Міндетті түрде сенаттың заңсыздығын қазір өзіңіз білесіздер, 2 жылдан бері қарай сот бар, конституциялық сот бар. Біз унитарный мемлекетпіз, то есть федеративді бірде бас құрылым жоқ. Bir кездерде болды анау ilgeride қарағандықтар бізге федеративный болған соң сенаттың керегі жоқ. Барлығында саяси құқықтар осының бәрі көрініп тұр. Ендеше біз сотқа дайындалуымыз керек. Мен bunu жазып жүрген жоқпын. Жаңағы бірақ кімнің айтқанын біраздан бір жазып ұтып алдық. Мына конституцияның 1-ші бабын менің өзім кешірім өтінемін. Ақымақтығым жан берсем де соңғы 3-4 жылда пайдаланып 4-5-ін жеңіп алдым. Соттың кәдімгі сотта әлеуметтік осал жан, мына 5 баласы бар деп сотта жеңіп алған кездер болды. Оның біреуі жаңағы Жадыраның соты, біреуі жаңағы Бибігүлдің соты, жаңағы Жетісай тағы жеңіп алды. Неге десеңіз, осы қозғалмай тың тұр. Қыз күйінде тұр. Елмираны жеңіп алды. Ұмытып қалыватырмын көп. Енді осындай жеңістерді көрсетуіміз керек. Жеңіп аламыз ғой айналайын. Бірақ өкінішке орай осы уақытқа дейін мен bunu жаңағы
Білмейді деп ойламайтын едім. Мынау көңілдеріне келмесін. Ілгеріден келе жатқан осы апайсыз жүргендердің дос әңгімелері екен. Аллергиясы күшті әділетсіздікке. Бірақ заң тұрғысынан соғысқан көп. Сол үшін үйде жаңа бір тонна жоқ қағаз бар екен, балконға толып қалған. Оны қазір офиске тасып жатырмын көп. Қап. Қара бәрін. Күніге 2-3 сағат бұрын. Соның ішінде қара өтін жоқ. Әлі көтерілмеген. Сондықтан мынау жаңағы кімнің көтерген бұл менің қазір шәкіртім. Медицина 53 жасында дипломның атасынан береді. Алдымен бір балашы деп. Мына Қызылордасында бір апта болса, менде 2 апта болды. Бірге тұрып кетіп жүреміз. Сондықтан еш уақытта кеш емес. Менде ағылшын тілін үйреніп жатырмын, кеш емес. Сондықтан мына қазір мына өркениетті түрде соғысып үйренейік. Тек қана барлықтарыңызда бар аллергия, ауру, әділетсіздікке өте дұрыс. Сондықтан біріншіден менің қуанышым мынау жастардың көбірек тартылуы. Мен де кешегі ертерек 2 күн бұрын ертерек келдім. Мынау бұрынғы буынменен қазіргі сабақтастық байланыстырып кеткеніміз. Өмір мәңгі емес. Сағат ағамыз 82 жасқа келіп қалды. 70-тің үстінде осы жігіттерді көреміз. Сондықтан бізде ақылымыз сендердің артық емес жастар. Бірақ бізде тәжірибе бар. Ана сендердің ойлау қабілеттері шапшаңдығына біздің тәжірибені қосып біріктіріп өте мықты күрес қылу керек. Сосын жаңағы мына Саяш қарындасының айтқан сөзіне бір ауыз айтып кетпекші. Өткенде Шымкенттегі жинаста айттым, біраздарың болмадыңдар. Қайталамайын дедім. ютубта да айттыңыз. Иә, Саяш көтерген айтып өтейін. Мынау үлкендердің жасы келген, 70-ке асқан жігіттердің құрбандық болу жөніндегі ой маған 70 жылдан бастап келді. Неге десең, қырғыздармен араласа бер. Қырғыздардың 3-4 революциясында 3001 деген ұтып қалдым. Адамдар қайтыс болған екен. Біздерге соған жақын қайтыс болған шығар осы кешегі сақтарда. Бірақ халықтың ішінен 28% алпыстан асқан екен. Бұл менің атыма сын. Бәрімізге үлкендерге сын. Жаңағы Саяш қарындасының айтып отқан сөзі өзі жасы 73. Сондықтан біз атақты жаңағы Омарбай Нарбеков деген Шыңғыс Айтматовпен аға болған, іні дос болған академиктің сөзін айтқанда, мен неге Құдайдың қалған беретін 7 жылына 8 жылына жармасуым керек? Мен неге өлмеуім керек? Ана 45-тегі 50-дегі 60-тағында жалып қалу үшін деген сөз естігенде мен таласа бердім, бетбақты жасадым. Бірақ өзімді сәл тексіздеу түсіндім. Сондықтан жігіттер әсіресе мынау бұрыннан жүргендер. Қазір өмір тоқтап қалған жоқ. Әлі де мына Мұхт бауырымда белсенділік бар. Мен танып жатыр, бұған бір 15 жыл бұрын Лариса ұйымдастырған бізге кәсіподақ деген екен. Мені ұмытып қалыппын. Бұл мені танып жатыр. Сондықтан ағайындар, бағана біздің сіздердің айтқандарыңыз кейбір сөздің маған өте ұнады. Кез келген ана жас жігіттің кез келген істі келесі отырыста не істедік деген жылытуымыз керек. Әдемі сөзді қатырамын, мен де қатырамын, бағайсыздар ма? Әдемі сөздер іске көшіп, сол істің нәтижесі көрсете бастауымыз керек. Мен жаңағы бір екі нәтижемді айтып мақтанып деп тұрған жоқ. Қанаттанып кәдімгі жаңағы жеңістерді көргенде қалған адамдардың, сол жеңіс алған адамдардың көзінің қуаныш көргенде бір сұлу қызбен сүйіскендей жүз өшкенде кайф болып жүр. Бұл қалжың емес, шын солай болу керек. Бұл адами парасаттылықтың, адами қасиеттің бір показателі, көрсеткіші болу керек. Мен Жапанның кітаптарын көп оқыдым, сонда осы есімде қатты қалды. Сондықтан кейде көптеген ісіміз минус болады. Істеген жақсылығымыз кейде суға кетеді. Бірақ бұдан басқа елім жоқ. Сондықтан міндетті түрде ертең өнеге барғанда да төмен қарап жату үшін рахмет. Ағайындар барлығы осы жерде ой пікірлерін айтып болды деп ойлаймын, өйткені бәріміз сөйлесіп болдық. Үзіліс берсек, 2 сағаттан бері отырып, сөз көрісіп алайықшы.
осы Устама. мына содан кейін үзілістен кейін енді мен не болып отыр мына Украина халқына не істейміз, үндеу жасаймыз ба? Үндеу жасаймыз.